Сәлем достар, айту арнасына қош келдіңіздер. Достар, сіздерге сиқырлар туралы біздің бірінші бейнеміз өте ұнап қалған сияқты. Көпшілік қауым тағы сол сияқты бейне түсіруді сұрады. Сондықтан бүгін біз сиқырлар құпияларының екінші бейнесін түсіруге бел будық. Сізден бірден сұрағымыз келеді. Балалық шағыңыз аяқталды ма? Егер әлі аяқталмаған болса, онда бүгінгі бейне сіз үшін қауіпті болуы мүмкін. Өйткені осы бейнеден кейін сіз ғажайыпқа сенуді доғарасыз. Тіспен оқты ұстап қалу, жабық бөшкелердің бірінен екіншісіне ауысу және гравитацияны елең етпеу ғажайып секілді естіледі, бірақ өкінішке орай бұл жай ғана қу трюктер. Иә, бүгін біз сиқырлар туралы айтып шындықты әшкерелейтін боламыз. Бұл атақты фокустардың топ жетілігі және олардың құпиялары. Осы сиқырларды үйде жасағанды ұсынбаймыз, себебі олардың қауіпсіздік ережелерін сақтап мамандар жасаған. Қарапайым адамдар үшін бұл өте қауіпті. Дайынсыздар ма? Онда шайларыңызды құя беріңіздер. Біз бастаймыз. Қыздың жоғалуы. Жоқ, бұл жерде әңгіме бірінші кездесуден кейін сізден қашып кеткен таныс қыз туралы емес. Бұл кәдімгі ғажайып трюк. Ғажайып дегенде, әрине құпиясы ашылғанға дейін ғана ғажайып көрінеді. Біз бүйір жағында тұтқасы бар қорапшаны көріп тұрмыз, бірақ сиқыршы қорапшаны ешқандай құпиясы жоқ секілді етіп көрсетеді. Қыз қорапшаның ішінде отырады да қабырғалар жабылады. Содан соң сиқыршы қызды мыжып, жоқ қылып жібереді. Алайда ол тұтқаны тартқан кезде қыз сап-сау болып шығады, тіпті күлімдеп қояды. Шын мәнінде қораптың құпиясы бар. Оның екі түбі мен жұмсақ қабырғасы бар. Қабырғалар жабылған кезде қыз екі түпті епті орап, сол жаққа аяқтарын салады. Шын мәнінде ол жәшік қабырғасына толық жасырынып қалардай етіп отырады. Сөйтіп, ол аман есен қабырғаның ішінде отырады. Не дейміз? Біз де оның аман екендігіне ризамыз. Майкл Джексонның атақты еңісі, поп-музыка королінің ай жүрісін жақсы игергені соншалық, бұл қарапайым трюк оған тіпті де ешқандай қиындық тудырмады. Немесе оның аяқ киіміне, өйткені бұл фокустың бүкіл құпиясы оның аяқ киімінде. Аяқ киімнің табанына арнайы тесіктер жасалып, олар сахнада ұрылған қазықшаларға келтіріледі. Майкл және оның артындағы бишілер қажетті уақытта қажетті жерге тоқтайды, ал қазықшалар оларды құлатпай жақсы ұстап тұрады. Ал сіз біздің қандай трюктерді әшкерелегенімізді қалайсыз? Астында пікір қалдырыңыз, содан кейін біз міндетті түрде ол фокустарды талдайтын боламыз. Метаморфоза. Қысқаша айтар болсақ, фокусшыны сандыққа салады. Содан кейін оның көмекшісі сандықтың үстіне шығып, бір сәтке матамен жабады. Матаны алып қалған кезде көмекшісінің орнында фокусшы тұрады. Джонатан мен Шарлотта Пендрагон бұл трюкті рекордтық қысқа уақыт ішінде жүргізді. Фокустың барлық шарықтау шегі 2 секунд уақытты ғана алды. Осы үшін олар тіпті Гиннестің рекордтар кітабына енгізілді. Алайда бұл фокустың да ғажап ештеңесі жоқ. Иә, сандықты құлыптап қойды, бірақ оны ашудың басқа жолдары жоқ деп кім айтты? Бұл сандықтың есігі ашылып қана қоймайды, сондай-ақ жылжиды. Сиқырдың негізгі сәті мына жерде. Ассистент қыз матаны көтеріп жабады. Осы уақытта сиқыршы сандықтың есігін жылжытып, сыртқа шығып үлгереді. Көмекшіден матаны алып, өзі ұстап тұрады, ал қыз төменге секіріп, сандықтың есігін жабады. Сиқыршы матаны төмен түсіреді. Сондықтан бұл жерде ғажайып ештеңе жоқ. Бірақ бір жағынан осындай трюкті еңбектеніп, жаттығып, жетілдіргендері үшін шапалақ ұрғың келеді. Төрт қыздың жоғалуы. Кей жігіттер қыздармен бірнеше ай айырылыса алмай жүреді. Ал бұл сиқыршы тура мағынасында 1 секундтың ішінде бір емес, бірден 4 қызды жоқ қылып жібереді. Сонымен мына 4 сұлу қыз сахнаның жанынан былай да былай өтеді. Сол кезде олардың шынайы екендігіне ешкімнің күмәні болмайды. Олар сахнаға көтеріледі. Біз олардың аяқтарын көреміз. Содан кейін жарты секундқа шымылдық толықтай төмен түсіріледі. Бірақ оны көтерген кезде қыздар жоқ болып кетеді. Осынша қысқа уақытта олар қайда кетіп қалуы мүмкін? Жауап қарапайым. Шын мәнінде қыздар сахнаға емес, төменгі шымылдықтың артына барады. Ал бізге көрінген аяқ киімдер олардың аяқтарында емес, қолдарында. Шымылдықпен бірге бөріне түсіріліп, соған қыздар етіктерін іліп жібереді. Шымылдық ашылған кезде етіктер бірге жоғары көтеріледі, ал шымылдық әдейі қабырғамен бірдей етіліп, тұтасып кетеді. Дегенмен, біз сұлу қыздардың жағдайы жақсы екендігіне қуаныштымыз. Тістегі оқ.
Bonjour. Жоқ, бұл емес. Біз трюктер жайында айтып жатырмыз ғой. Алдымен фокусшы бізге мылтықтың тамаша ататынын көрсетеді. Кейін ол жаңа оқ алып, оған белгі салады. Мылтықты көмекшісіне береді де өзі қарама-қарсы тұрады. Екеуінің ортасына әйнек экран қойылады. Содан соң мылтық атылады. Сиқыршы атыстан тіпті жәшікке құлап түседі, бірақ орнынан қайта тұрады. Содан соң тісінен оқ алып шығады. Осы фокустың қалай жасалғанын талдайықшы. Шын мәнінде фокусшы шын мылтықты қолданбайды. Бұл жай ғана шүріппені басқан кезде қатты дауыс шығарып, түтіндей алатын мылтықтың көшірмесі. Оның шынайылығын тексеруінің өзі өтірік. Нысананың артына арнайы механизм орналастырылған. Соның көмегімен өтірік атқан кезде нысанада тесік пайда болады. Ортада тұрған әйнек те осы себептен бөлшектеніп, шашылып қалады. Бұған себепкер оқ емес, айнаның сындыратын арнайы жүйе. Оқты аузына фокусшы алдын ала салып қояды. Біз ұялмастан сұлу ассистент қыздарға көз салып тұрған кезімізде, ол оқты мылтықтан магниттің көмегімен алады да білдіртпей аузына салып жібереді. Пышақ сиқыры. 4 тіректің біріне фокусшы пышақ орнатады. Содан кейін 4 тіректің барлығын стақандармен жабады. Сиқыршы теріс қарап тұрған кезде ассистент қыз оларды араластырып орындарын алмастырады. Осыдан кейін фокусшы нағыз орыс рулеткасын ойнай бастайды. Ол кезекпен әр стақанды ұрады. Осылайша қолына өткір пышақты қадап алуға тәуекел етеді. Адамның жанын түршіктіріп жібереді, солай емес пе? Алайда оның қолына ештеңе болмайтындығы әу бастан түсінікті. Бұның құпиясы неде? Барлығы қарапайым. Пышақ орнатылған тірекке алдын ала кішкентай қармақ жібінің тілімі бекітіледі. Ол мүлдем көзге көрінбейді. Сондықтан ассистенттің орнына стақандарды басқа кездейсоқ адам да араластыра алады. Ал фокусшы пышақтың қайда екенін нақты біледі. Бір бөшкеден екіншісіне өту. Бұл фокус қауіпті және сәл үрейіңді ұшырады. Екі бөшке бар. Ортасынан құбырларға бекітілген бөшкеге су құйылады, ал екінші бөшке қасында бос тұрады. Бірінші бөшкеге ассистент қыз шығады. Ол отырған кезде су бөшкенің шетінен асып, төгіліп жатады. Осылайша бөшкенің суға лық толы екендігіне көзіміз жетеді. Бөшкенің қақпағы жабылады. Қыз судың астында қамалып қалады. Содан кейін екінші бөшке бірінші бөшкенің астына қойылады. Фокусшы біраз уақыт қолымен сиқырлы қимылдарын жасайды. Екінші бөшкені қайталағанда не болады дейсіз ғой? Су толықтай бірінші бөшкеде қалады, ал қыз сап-сау күйінде екінші бөшкеден шығады. Бірақ ол қалай екінші бөшкеден бір шықты? Соны анықтайық. Қыздың отырған сәті есіңізде ме? Шын мәнінде бізге бөшкенің суға толы екендігін ғана көрсеткен жоқ. Сондай-ақ артқы суды сыртқа төгіп тастады. Соның арқасында қыз бөшкенің ішінде дем алуға мүмкіндік алды. Енді мына құбырларға қараңыздар. Олар жай ғана бөшкені ұстап тұрғандай көрінеді. Алайда шындық ондай емес. Шындығында мұндай құбыр сорғыға барады. Бөшкенің қақпағы жабылған кезде қыз құбырдан резеңке шлангты алады да су сорылады. Әрі қарай тіптен оңай. Ассистент қыз бөшкенің түбін алады да төменге екінші бөшкеге өтеді. Бөшкенің түбі жабылғаннан кейін бөшкеге қайта су толтырылады. Бұл өте күрделі трюк, бірақ ғажайып дейтіндей түгі жоқ. Осымен болды. Достар, егер сізге бейне ұнаса, лайк қоюыңызды және видеомен бөлісуді сұраймын. Бұл арнаны әрі қарай дамытуға оң екпінін береді. Келесі естіскенше аман сау болайық. Әрдайым сіздермен бірге Айтобарнасы.